махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй сол алаң жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және сүй хақ жол деп әдетті. Осы үш сүю болады имани гүл, иманның асыл үш деп сен тақиқ біл. Ойландағы үшеуін таратпақ, басын байла жолында малын түгіл, дейтіні бар Хакім Абайдың. Осы арадағы біз бүгінгі бағдарламамызды Абай шығармашылығындағы бір фундаменталды іргелі тақырыптардың бірі имани гүл, осы үш сүю ұғымына арнайтын боламыз. Ендеше бізде бүгінгі осы сұрақтардың жауабын табуға көмектесетін белгілі ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, әдебиеттанушы Қорғанбек Болат Сағынбекұлын ортаға студиямызға шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Болат аға. Рахмет. Жақсы. Ендеше әуелі біз мына нәрсені айта кеткіміз келеді аға. Мына Абайда айтып отыр, осы үш нәрсені табу іздеу үшін тіпті басын түгіл малыңды да пида қылсаң жолыңды арна дейді. Осы үш ұғымның маңызы қандай? Осы үш ұғымға кеңірек тоқталып кетсеңіз әуелі. Жалпы осы Абайдың имани гүл деген сөз бұл сөз сирек айтылғанмен Абайда бұл концептуалдық мәні бар, өте терең мағынаға ие ұғым бұл имани гүл деген. Сондай бір концептуалдық мәні өте күшті. Осы Алланың өзі рас, сөзі рас деген өлеңінде Абайдың осы имани гүлдің мағынасы ашылады, және оның жалпы руханияттағы орны қандай, жалпы адамның тұрмыс тіршілігі, дүниесі бар, тұтас дүние, бұл дүние, ол дүниесіндегі орны қандай деген нәрсе осы өлеңінде көрсетіледі. Осы Абайдың бір ғана өлеңін біз толыққанды түсіне алсақ, біздің ол дәстүрлі дініміз, руханиятымыз деген нәрсенің барлығы орын-орнымен ашылады. Имани гүл деген бұл жерде мағынасы осы өлеңнің басынан көрініп тұр өзі. Жаңағы адамдағы иман деген нәрсе осы үш сүюмен түгенделетінін айтып отыр. Яғни адамды сүюден басталады, әділетті сүюмен толығады, Алланы сүюмен кемелденеді бұл иман. Яғни бұның тамыры, бұл имани гүл дегеннің тамыры әріге кетеді. Бізде мысалы осы Абай осы өлеңінде исламдағы 5 парыздың ішіндегі иманды қалған төртеуінен бөліп қарайды. Өйткені ол бөліп қарайтындай да жөні бар. Неге? Өйткені бұл іштегі сенім, бұл көрінбейтін нәрсе. Бұл адам мен жаратушының арасындағы екеуі ғана білетін сыр, былайша айтқанда. Ал енді қалған төртеуі бұл басқаларға да белгілі болады. Мысалы, кімнің құлшылық жасап жүргенін біз біле аламыз. Яғни ораза, хаж, зекет, намаз талассыз оған дау жоқ. Бірақ көп жағдайда дін деген түсінікті осы төртеуімен ғана байланыстырып, көзден таса жаңа иман де мәселесін ұмыт қалдырып жіберетін жағдай бар. Ал бұл иман мәселесі ұмытқан кезде, мына қалған төртті алдыңғы орынға шығарып жібергенде, дін ол догмаға, одан кейін ары қарап фанатизмге ұрынады. Міне осының барлығын Абай терең тарқатып айтқан осы сөзінде. Мысалы, Алладан көп кітап келді, оның төрті Алланы танытуда сөз айырмасы деген, яғни жалпы иманның 7 парызының бірі болып есептелетін кітаптарынан сену деген мәселені Абай көтереді осы жерде. Ондағы 4 кітап: Инжил, Таурат, Забур, Инжил, Құран. Осы Алланы танытуда сөз айырмасы. Яғни Алланы тану ілімі бұл бір бөлек, қалған 4 құлшылыққа арналған ілім бұл бір бөлек болып есептеледі. Өз алдына бір төбе, былайша айтқанда, қазақтың тілімен айтқанда. Иманға арналған ілім бұл жаңағы Алланы тану, өзін тану, оның сөзін тану дегенде, исламда кейіннен енді ол өз алдына бөлек үлкен бір әңгіме. Мысалы, біздің аталарымыздың барлығы тануды махаббатпен байланыстырады, жүрекпен байланыстырады. Ақылдың нәрсесі деп есептемейді. Жүрекпен, махаббатпен ғана танылады. Неге? Өйткені себебі Алла әлемнің бәрін, оның ішінде адамды жаратқанда махаббатпен жаратты. Ол Құранда айтылатын аят бар. Мен өзімнің ұлықтығымды танытуға махаббатым ауып, дүниені жараттым дейтін. Демек, жаратылған біздің себебіміз махаббат болғандықтан,
біз оған тек қана махаббатпен жауап бергенде ғана кемелдікке ие боламыз. Енді осыны енді жаңағы мынандай сұраққа қазір кезде мына өзіңіз де айтып отырсыз, қазір кезде мына халқымыздың рухани код деген мәселе қатты бір қоғамда талқыланатын тақырыптардың бірі. Енді біздің қазақ халқы басқа халықтарға ұқсамайды, өзінің бір ерекшелігі бар, басқа халыққа ұқсамайды дейтін бір көп нәрселер айтылады. Осы арада осы біздің қазақ халқының ерекшелігі, имандылығы осы үш сүю ұғымына байланысты емес пе? Әрине, осы біздің жаңағы Абайдың дәл осы өлеңде айтатыны бар ғой. Соңғы төрт алдыңғы үшті бекітпей, соңғы төрт, яғни имани гүлді бекітпей, соңғы төрт құлшылықты қылғанмен ол татымды бермес жеміс деп. Біздің қазақ дәл осы ұстанымда болған. Ол ұлтымыздың ерекшелігі де сондай. Осы алдыңғы үшті бекітуге тырысқан. Махаббат, мен айттым ғой жаңа, адамды сүюден басталады ол. Адамды сүю соңында тұру керек сияқты болып көрінгенмен, адамды сүюден басталады, әділет сүюмен толығады, жаңа Алланы сүюмен кемелденеді. Сонда осы адамды сүю деген мәселеге келгенде, адамды адам кәдімгі бірден сүйіп кете алмайды кезген. Оған әрекетпен, еңбекпен жететін нәрсе ол. Ол қалай? Абайдың бір сөзіндегі, бір өлеңіндегі ұғым екінші өлеңімен ашылып отырады. Мысалы, болмасаң да ұқсап бақ деген тезис. Яғни адам баласын сүйген адамның іс-әрекетін, бүкіл қылығын қайталау арқылы, соған ұқсап бағу арқылы сол махаббат қолға келеді. Біздің қарап отырсаңыз, біздің салтымыз, дәстүріміз, дүниетанымымыз бәрі осы махаббатқа құрылған. Қазақтың мысалы үй ішіндегі тіршілігін алайық, ұзаққа бармай-ақ. Әке шешені, ата-ананы, ағаны құрметтеу, кішіге қамқор болу, үлкенге ізет көрсету деген нәрсе, ол бәрі өзінің орнына қойылған. Мысалы, қазақтың әрбір жиылған келел жиыны болсын, ол әулеттің жиыны болсын, ол болмаса бір ұру тайпаның жиыны болсын, бәрінің өзінің орны реттеліп қойған. Әркімнің төрде немесе төмен етекте отыратын орындары бар. Және ол орынды өзінің бекітілген орын ретінде қабылдап, сол бір-бірімен сол реттілікпен қатынас жасап отырған. Оның бәрі махаббатқа негізделген. Оның бәрі жаңағы қайдан келіп шыққан, қалай құрметтелу керек дегенде, ең бәрі түбір барады, Құранның мәніне тіреледі. Шығыс халықтардағы бірге отырмайды әйелдер, иә? Иә, ол мысалы қараңыз, енді осы жерге ол да махаббатты оятушы нәрсе. Адамның ірі ойлау, кесек ойлауға үйрететін дәстүр бізде қалыптасты. Мысалы, пайғамбарымыз сахабаларына айтқан өзінің: егер сендер шамаларың келсе, алыстан үйленіңдер деген, алысырақ үйленіңдер деген. Ол неге алысырақ үйлен дегенді қазір көбінесе тек қана қан тазалығымен ғана байланыстырады. Ол қан тазалығы деген дұрыс, ол да бар, бірақ бұл ең соңғы жағындағы тұратын пайдалары. Бұдан да терең мәні бар нәрсе бұл. Алыстан үйленіңдер деп пайғамбарымыз өзінің сахабаларына айту деген сөз, шамаларың келсе дегенді қосуы, және ол оңай шаруа емес екенін көрсетеді. Бірақ осыған біздің аталарымыздың тәуекелі барып, бұл парыз емес. Енді қызықты қараңыз. Мысалы, рұқсат берілген, шариғатта рұқсат берілген нәрсені болмайды деп, харам деп айтатын болсаң, ол жерде діни таным бойынша сен діннен шығып кетесің. Діннен шығып кетесің. Ал енді бұл жерде қазақ осыны, жаңа осындай аса қауіпті нәрсені мысалы мойнына ала білген. Не істеген? Сол жеті атаға дейін қыз алыспау дәстүрін енгізген, және оны үлкен ру, тайпа, ел болып бекітіп, баталасып, соған пәтуа жасасқан. Неге мысалы сол қазақ әлі күнге дейін мысалы туыстас, аталас ағайынына үйленуге батылы бармайды, үйленбейді. Ол бір қыз бен жігіт бір-бірін жақсы көріп жатса да, ол нәрсені аса алмайды. Себебі ол кезінде ел болып, үлкен бір ас беріліп, жаңағы бата жасалып, осындай бір үлкен рәсімдер атқарылғаннан кейін соның киесінен қорқу бұл жерде бірінші орында отырады. Ал енді осы нәрсе не берді? Осы нәрсе бұл тұтас ру, ауыл, тайпа бәрін бір атаның ұрпағымын деп есептеу, яғни қоғамды туысым деп қабылдау. Мысалы, қыздарға үлкеніне әпкем деп қарайды, қоғам, кішісіне қарындасым деп қарайды.
өзге көзқарас ол жерде шахуаттық басқа да көзқарастар ол жерде болмайды. Сол себептен кішкентайынан осындай танымда тәрбиеленіп өскеннен кейін ондай және үлкен бір қауымды өзім туысым деп, ағам туысым деп өскен адам патриоттық тәрбиеде, көпшілдік, елді сүю тәрбиесінде аға інім деп қарау мәселесінде тәрбиеленіп өскесін, онда ешқандай жаңағыдай әйел мен еркектің арасына жік қойып, оларды бөлек отырғызу, немесе жаңа пәренжай кигізу, нихаб кигізу деген нәрсе бұл жерде қажеттілік болмай қалады. Қажеттілік жоқ. Бұл жерде адамдардың ондай жаман жаңағы пиғылдан қорғайтын пердесінің бәрі жүрегінде болады ол кезде. Қазақ қоғамының несі осы. Ал енді көпшіліктің бәрін туысым, бауырым, ағам, әпкем, інім деп қарау деген не сөз? Бұл сүюдің шарты, бұл адамды сүюдің шарты. Абайдың осы өлеңінде адамзаттың бәрін сүй деген нәрсе біздің қазақтың қоғамында ол дәстүр салт болып енгізіліп қойған. Ағайында осы өлеңді қарайтын болсақ, имандар ғибадаттан сөз қозған, Хұснизан мен иманды бөліған, иманның жетелігін тазықтырмай, сыртын қанша жуса да соншылмаған деп айтатын бар. Осы орда Хұснизан ұғымына тоқталып кетсеңіз. Бұл имамдар ғибадаттан сөз қозған дегенде бұл ақли сүнна уәл жамаа деп, яғни сүннит деп аталып жүрген қазір үлкен бағыттың соның ішіндегі 4 тармағы, 4 мазхаб туралы айтып отыр соның басшылары. Имам Ағзам, Абу Ханифа, жаңа Шафи, Хамбали, Малики сияқты кісілерді айтып отыр. Бұлардың негізгі қоғамға берген негізгі жұмысы жаңа соңғы 4, яғни 4 құлшылықтың бүкіл шарттарын, заңдарын, құқықтық жағын реттеп берушілер бұлар. Өзінің жұмысы, негізгі жұмысы сол бола тұра, оны бірінші орынға қоймағанын айтып отыр. Олар да иман, Хұснизанды бірінші біл деп айтқандығын, Абай өзінің негізгі шаруасын алдыңға қоймастан, иманды қашанда бірінші орынға қойып кеткендігін ол адамдардың өзі Абай осыны алға тартып отыр. Хұснизан бұл енді көркем сөйлеу, көркем жеткізу, көркемдікпен қатынас жасау деген нәрсенің бәрі көркем мінез-құлықтан шығады. Көркем мінез-құлық ол сөзсіз махаббатқа негізделеді. Жалпы имани гүл деген үш сүю болады. Имани гүл дейді ғой, жаңа адамды сүю, әділетті сүю, Алланы сүю. Бұл негізінен жаңа тарихат сатысына өткен адамдардың халімен байланысты. Мысалы бұл Матрудиден басталып, одан кейін Жүсіп Балағаз ағымдарымен жалғасып келіп, одан кейін Қожа Ахмет Яссауи арқылы халыққа кең тараған бұл түсінікте қалай имани гүл деген. Мысалы бұл кісілердің түсіндіруінше бұл дүние бір жаратып қойған Құдайдың бақшасы. Ол бақша шариғат деп айтылады. Мысалы Яссауи хикметтерін біз тереңдеп қарайтын болсақ, ол бір бақшаны шариғат ретінде. Сол бақшаның ішінде бір гүл бар. Бұл гүл жаңа тарихаттың символ ретінде, бұл имани гүл. Одан кейін ары қарай тереңдеп кете береді. Имани сыр, имани нұр, ол жаңағы мағрифат, хақиқат дәрежелерімен байланысты. Имани нұр дегеніміз, яғни бұл пайғамбарымыздың нұры. Адамның имандылығы күшейгені соншалықты ең соңында ол пайғамбарымыздың халін табу керек. Міне, сонда ол барлығы махаббатқа негізделеді. Махаббат тек қана танымның бәрін біздің қазақта сол алғашқы сол Фараби, Баласағұни, Яссауилерден бастап осы Абайға дейін барлық жаратушыға қатысты, жаратушыға тануға қатысты, өзінің сөзін тануға қатысты нәрсе бәрі махаббатқа тірейді, бәрі жүректен шығу керек. Барлығын махаббатпен қарағанда ғана сезініледі. Әлгі сөзі бар ғой, ақылмен ойлап білген сөз, бойға жұқпас сырғанар, сосын әлгі далы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар деген. Яғни жүрекпен, жақсы көрумен, сүюмен ғана танисың. Мысалы, Құдайдың сөзі Құранға да сен сүйіспеншілікпен, махаббатпен назар аударғанда ғана оны ашылады ол. Тауил дегеніміз сол. Ал ақылмен тануға болады деген жол, бұл тәпсір ілімі. Тәпсір деген нәрсеге бізде әрине оның қажеттісін пайдаланған, бірақ тауил, Абай да айтады ғой, тауилің шақ деген сөзді қолданады ғой. Яғни тауил деген, бұл Құдайдың сөзін
махаббатпен тану деген білдіретін нәрсе. Яғни абай махаббатты алдыңғы орын қояды. Оның барлығы біздің данышпандарымыздың еңбегінде де осымен сабақтас қой. Біздің халқымыздың салты, дәстүрі бәрі осы махаббатқа негізделген. Тамаша. Енді жаңа осы арада сіз абай деді ғой, сыртың қанша жуса да іші оңбаған дейді. Қазір кезде мына ғибадаттар сөз қозғағанмен де қазір кезде көп адамдар осы үлкен үрдіс болды. Осыдан 2010 жылға дейін кәдімгі көптеген адамдар мына дін жолын таңдап намаз оқи бастады. Бірақ бір қызығы сол адамдар көбісі қазір оқымайды да. Өйткені ұстаптар ниетте жоқ. Тіпті оқыған адамдардың өздерінің бойында ешқандай махаббаттың сыңайы байқалмайды. Бұл да сонша махаббатсыз қараудың, махаббатсыз танымның жемістері ма бұл нәрселер? Қалай ойлайсыз? Солай ғой, жаңа пікіріңіз өзіңіздің. Жаңа айтып отырған абайдың сөзі осы ғой, дәл. Алдыңғы үшті бекітпей, соңғы төртті қалғанменен татымды бермес жеміс дейді. Мен жаңа сөзімді тағы қайталап айтқым келіп отыр. Мысалы, адамды сүюден басталатын нәрсе болғаннан кейін, адамды сүюдің өзі еңбекпен келетін дүние болғасын, оған адам қол жеткізе алмайды бірден. Көбінесе жалқау адам барлық нәрсеге оңай қол жеткізгісі келетін. Сондай қысқа жаңағы ойлаудың жемістері ол. Мен намаз оқысам барлық дәрежені тауып болатын шығармын. Жетістікке жете қалсам болса керек, жете қалатын болсам керек. Жолым болмай жүргені осындайдың себебінен шығар, осы ғибадаттарды атқарсам менің жолым бола қоятын шығар деген сияқты қате пайымдаумен барады да. Бір алда адасқанның алды жөн, арты соқпақ деген, сол абай атамыз айтқандай, сосын бір адасқан адам ары қарап өзім алдым жөн екен деп сол адасқан бағытында кете береді, одан ары тереңдейді. Сосын ол бір күні ол нәрсе жалықтырады. Өйткені оның ойлағандай болып шықпайды ол. Намаз оқыған кезде барлық жақсылық оның басына үйіп төгіліп келе қоймайды. Сосын ол өзі о баста түсінбей оқыған нәрсе болғаннан кейін, сосын ол нәрсеге ол құлшылықтың өзіне ол салғырт қарай бастайды. Сөйтеді да одан суынады, сосын тастайды. Бұл енді бір үлкен бір қателік. Ол бір кәдімгі адамды бақытқа жеткізетін олы бір ғибадатты былайша айтқанда аяқ асты етті деген сөз. Ана тәкаппар болып кететін адамдар керісінше, мысалы менсінбей қарайтын. Бұл ненің жемісі сонда? Бұл қайдан шығып отыр? Тәкаппарлық деген бұл адамның өз-өзімен мына жихад ұғымы деген бар ғой. Жихад ұғымы деген негізінен алғанда өзіңмен күресу. Өз-өзіңді жеңу. Өзің деп отырған бұл нәпсі негізінен алғанда. Діни танымына қарағанда нәпсімен күресіп, нәпсіні жеңу мәселесін адам қоймағасын, оны алдына мақсат етіп қоймағаннан кейін, ол сөз жоқ, одан жеңіледі. Жеңілгеннен кейін оның әрбір істеген ісі сол нәпсінің күшейтуге, соны азықтандыруға алып баратын нәрсе ғой. Кез келген оны, мысалы, ол нәпсі деген нәрсені сен әлсіретіп, тәрбиелеуге арналатын құрал, оның азығына айналып кетеді олай айтқанда. Сосын ол одан сайын кәдімгі күшейгеннен кейін жаңа тәкаппарлық пайда болады. Тәкаппарлық өзгені менсінбеушілікке алып барады, менсінбеушілік күшейеді, ол жек көрінішке алып барады. Одан кейін адам баласын жаңағыдай құрбандыққа шалып жібере салу, ондай адамдарға түкке тұрмайды. Фанатқа айналған өзі сондай адамдарға. Енді бұл жерде махаббаттың барлығы махаббаттан шығатын. Иманның сондай негізі махаббат сүю. Ықылас, ынта, ықылас ол махаббаттан барып ең бірінші одан ары қарап ғашықтыққа айналады. Ғашықтық хал деген бұл енді Қожа Ахмет Яссауи бабамыз айтады ғой, не қылсаң ғашық қылса пәруардігар дейді. Бәріне мен шыдайын дейді. Бұл ғашықтық деген барлық жолды жеңілдетуші. Кез келген сынақтың бәрін оңай қабылдаушы, оңай арқалап өткен. Тіпті бұл сынақ деген нәрсенің өзінің бар екені жоқ екенін білмей қалатын халде болады ғашық адам. Ғашық болған арқасында бүкіл дүниені де тасиды деген сөз осыдан шыққан болу керек. Иә, әрине. Енді сізге соңғы сұрақ, мына қазір осы махаббат жолына жету үшін қарапайым адамдар көпшілікке немен айналысу керек деп ойлайсыз? Осы махаббатқа қалай қол жеткізе аламыз? Методологиялар бар ма? Ол енді методология айтып отырмын ғой, біздің қазақтың салты мен дәстүрі бүкіл үйшілік қарым-қатынастан бастап елді қарым-қатынас бәрі айналып келгенде осы махаббатты оятуға
және махаббатты күшейтуге бағытталған. Мысалы қазақтың, қараңыздаршы, қазақтың қарапайым кәдімгі күнделікті өзіміздің тіршілігімізде айтатын сөздер. Елден ұят болады деген сөзді алға тартамыз, Иә. Кейде бір кіші балалар басқа бір не жасап қойса, бір қателік жасап қойса, елден ұят болды ғой деген нәрсе бірінші тілімізге түседі біздің. Осы фразаны сен таба алмайсың дүние жүзінен іздеп, ешбір халықтан. Бұл нені көрсетеді? Бұл өзіңді төмен қою. Шәкәрім атамыз айтқандай, әлемді түгел мен көріп, мені ешкім көрмесе деген ахуал бұл. Яғни өзіңді барынша төмен санау. Ол төменшілік, өзіңді төмен санау ең басы осы махаббатты оятуға алып баратын ең басты жол осы. Топырақ болған әлем сені басып өтсін дейді ғой. Есау бабамыз да айтады. Топырақ болған әлем сені басып өтсін. Ол топырақтың сипатын, осы сипатын мысалы жаңағы Қиссасул Анбияда жан-жақты толық көрсетіп айтады. Мысалы сен оған нәжіс төксең, ол саған гүл өсіріп береді. Оны ұрып жатсаң дыбыс шықпайды. Мысалы кез келген нәрсені ұрсаң дыбыс шығады, ол дыбыс шықпайды. Міне сондай халыққа қызмет ететін адам сондай болады. Ол халықтың жасаған зәбірінен басқасында да түсінбей, кейбір жағдайда түсінбей жаңағы қиыншылық көрсеткен. Мысалы пайғамбарымыздың өзін тіс сынғаны, Есау бабамыздың артынан тас атып қуғаны кезінде оның барлығын олар соның бәрін өз бойына қабылдап жаңағы гүл топырақ сияқты гүл өсіріп берді халыққа. Тамаша, ендеше осындай тамаша сұхбатыңызға рахмет етеміз. Жақсы.